Сәлем достар, бұл менің 41-ші гимназия мектебім. Бүгін мектебімде жаратылыстанудан ашық сабақ өтті. Ашық сабақта мұғалімдер мен сыныптастарым менің видеомды тамашалап жақсы әсер алды. Менің ойымша сабаққа үлесім қосылып, балдарға пайдам тиген сияқты. Жанна Ақылбаева ең күшті апай, сабақты өте қызық, өте оңай өткізеді. Ал енді әрі қарай сыныптастарымның реакциясын қараңыздар. Сіздерге қандай аттракциондар ұнайды? Сіз білдіңіз велосипед тепкен кезде жолдағы кедергі қалдан қалпына не істейді? Келеді. Өте жақсы. Бүгінгі біздің сабағымыз өте маған қатты ұнады. Сәлеметсіз апай, сіздер жаратылыстану сабағына, зерттеу сабақтарына байланысты видеолар түсірдік. Енді сіздің ойыңызша қалай осы видеоның пайдалы жақтары бар? Оқушыға өте тиімді. Және оқушы өз тілімен көрген білгендерін зерттеп, нағыз зерттеу жұмыстар болды. Балаларға керемет жұмыс. Параллель сыныпта да менің видеомды көрсетті. Әрине тиімді жақтары бар. Біздер жаңағы параллель сыныпта жаратылыстану пәнінен осы сабақтарды YouTube каналына жүктелген сабақтарды алып пайдаланып жатырмыз. Оқушыларға да тиімді, біздер өз мұғалімдерге де өте тиімді жақтары көп. Рахмет сізге көп. Ата-ана ретінде оқушыға пайдалы жағы бар ма? Иә, пайдалы жағы көп. Бұл YouTube каналындағы шыққан балаларға каналынан видеороликті біз тамашалады, өте жоғары деңгейде шыққан видеоларды тамашалай отырып, өзі сабақты түсінді. Рахмет көп. Жанна Ақылбайқызымен ата-анамен, оқушымен бірлескен үштік одақты жандандыру мақсатында жақсы бір жоба дүниеге келді. Бұл жоба яғни балбалақай жобасы баланың шығармашылығын дамытуға, ұстаздың шығармашылығын дамытуға үлкен септігі тиіп жатыр. Қазақ YouTube каналдарында қазақ контентті дамыту, сабақ барысында Қазақстан мұғалімдеріне бұл видеороликтердің пайдасы зор. Сондықтан бұл басталған жоба жалғасын табу керек деп есептейміз. Азғантай уақыттың ішінде қаншама видеороликтер тақырыптарға түсірілді жаратылыстану пәні бойынша. Енді алға қарай да осы пәнді жылдың аяғына дейін толықтырып аяқтап, ары қарай тағы да басқа қандай пәндерді түсіруге болады ақылдасып, жақсы жобаны жалғастыру керек. Бұл енді жаңада айтып кеттім, көп мұғалімнің қолынан келе бермейді. Үлкен жұмыс, үлкен ізденіс, үлкен шығармашылық еңбек. Енді осыны жолда қалдырмай дамыту керек. Баршаңызға сәттілік тілеймін.